Баршаңызға сәлем, құрметті достар. Бүгін осындай дәмі өте керемет болып шыққан рассольник жасаймыз. Ол үшін осындай етті алдым тоңазытқыштан. Оны жақсылап жуып, турап, кастрюльге салдым. Енді үстіне суық суды құйып, қақпағын жауып, көбігі шыққанша күтеміз. Мінекей көбігі де шықты. Көбігін алып тастаймыз. Екінші қайтара тағы да аламыз көбігін. Бұдан кейін етті 1,5-2 сағаттай қайнатып алдық. Енді перловканы жақсылап жуып, ыдысқа салып, үстіне ыстық су құйып, жарты сағатқа қойып қойдым. Ендігі кезекте табаға сұйық құйып, үстіне жуаны салып, 2-3 минут қуырып аламыз. Бұдан кейін 4 бұрышты етіп туралған сәбізді саламыз. Оны да 3-4 минут қуырамыз. Сәбізді өз қалауларыңызша турауға болады. Ендігі кезекте тұздалған қиярды турап, оны да қуырамыз. Қуырып болған соң үстіне 1 кружка рассольді құйып, су алғанша қайнатамыз. Бұдан кейін мінекей етіміз пісті. Перловканы салдық. Енді жарты сағат қайнатамыз. Томатты қосуларыңызға да болады, қоспауларыңызға да болады. Ендігі кезекте картопты салып, 10 минут пісіреміз. Бұдан кейін қуырып дайындап қойған сәбіз қияр жуамызды саламыз. Жақсылап араластырып, бір үлкен лавр жапырағын саламыз. Және 5 минут қайнатамыз. 1 кружка рассоль құйдым. Менде 3 литрлік кастрюль болғандықтан 1 кружка ғана құйдым. Және лавр жапырағында 1 ғана қостым. Дайын болған кезде лавр жапырағын алып тастаймын. Мінекей рассольнигіміз дайын болды. Өте керемет дәмді, сорпасы қышқыл. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрметті достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар екен. Комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Бізге ас болсын. Келесі видеома дейін қош, сау болыңыздар.